АЭС-қа референдумға барайын деп үйдегі акиматтың әкеп берген қағаздарын қарап, не жазды екен деп қарап отырсам, өзімнің учаскелік номері 652 участок екен. Представляете, маған ғана емес, менің қайтыс болған әкеме де алып кетіп тастапты. Әкем 25 жыл бұрын қайтыс болды. Сонда не, қазір аруақтарда дауыс беретін болып кеткен ба не? Негізі өз басым референдумға барған кезде АЭС-қа қарсымын деп дауыс бермекшімін. Неге десеңіз, ол жерде қаншама экологиялық зардаптар шегіледі, сол полигонның зардабынан әлі күнге дейін қаншама мен сияқты тағдырлар құртылып жатыр. Сондықтан да мен қарсымын деп дауыс бергім келеді, дауыс беремін де, бірақ та мынаны кім түсіндіретінін білмеймін. Әкем 25 жыл бұрын қайтыс болған, әкеме де осындай қағаз әкеп тастапты. Осы қағазда 15,5 миллиард теңге референдумға бөлінген. Бұны кім қарап отыр? Бұны кім тексереді? Уже бюджеттен ақша ұрланып жатыр. Мына қағаздың өлген адамдарға қағаз не үшін таратылады? Олар қалай дауыс береді? Кім бұған жауап береді? 652 участок, Наурызбайский район. Акиматтан әкеп берген қағаздары. Маған, менімен бірге тұратын мамама и өліп қалған, қайтыс болған, 25 жыл бұрын қайтыс болған әкеме.